Сәлеметсіздер ме? ТС 202К тобы және кураторы Байназарова Гүлсін Ахмедовна 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен құттықтай отырып, сіздерге Қазақстан бірлік пен татулық мекені атты қашықтықтан өткізілген тәрбие сағатын ұсынады. Сабақтың мақсаты қазақстандық патриотизмге, елін, жерін сүюге және халқын құрметтеуге тәрбиелеу, басқа ұлт өкілдерінің мәдениетін, әдет-ғұрпын сыйлауға үйрету. Нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн, ынтымақтың шертсем деймін бір жырын, татулығын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Достық тапса діндер менен ділімді, салт дәстүрлер сыйға ласты бүгінгі, бір туғандай ұлт аралық келісім, бір көтерген басқа түскен жүгімді. Біз балдырған тең басқан, дос құшағын тең ашқан, тілегіміз әділдік, ашық болсын кең аспан. Тілі бөлек болғанмен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек. Қазақстан барлысқа шаңырақ шайқалмасын, шаттығымыз тірек тұр. Дружной семьей живем в Казахстане, татары, уйгуры и русские с нами. Так пусть же крепнет во веки веков дружба народов всех возрастов. Поздравляем вас с праздником единства. Наше государство – многонациональный дом, в котором мирно существует народ. 1 мая – праздник, когда каждый может оказать уважение представителю другой национальности, высказав теплые слова дружбы, пожелания добра и благополучия.